Эскіп құбыжығы. Мен бүгін кезекшіліктемін. Мен эскіп лабораториясында жұмыс жасаймын. Бізге берілген тапсырма ол камерадағы осы эскіп 096 құбыжығына қарау. Қазір сағат 22:00. Докторлар мен профессорлар үйлеріне қайтып бара жатыр. Ал мен кезекшіліктемін. Мен профессор Лиді шақырып оған. Сәлеметсіз бе, Ли профессор? Саламат бол, не болды? Мен сізден эскіп қандай құбыжық екенін сұрағым келген. Эскіп ол өлмейтін нағыз өлтіру қиын мақұлық. Рахмет. Мен жайлап қорқа бастадым. Қазір сағат 1:00. Камераны қарап отырмын. 5 минуттан кейін профессор хабарласты. Алло, Дима. Алло, профессор, не болды? Эскіп орнынан қозғалған жоқ па? Жоқ. Абайла, Дима. Сен мұны жеңе аласың, деді де қоңырауды тастады. Мен шамалы демалуды жөн санадым. 2 сағаттан кейін оянып камераны қарасам, жаңағы құбыжық жоқ болып кетті. Бар камераны қарадым. Номері 8 камерада. Мен қалай ол тұтқында еді ғой деп бергенімде сол жердегі жарық сөнді. Мен қорқып кеттім. Ол 8-ші камераның ортасында отыр. Мен қатты қорқып жатырмын. Ли мырзаға хабар берейін. Жоқ, енеңдірейін. Артыма қарап едім. Ол менің артымда тұр.